Шайтанның кесірі. Оңтүстік Қазақстан облысы, Төле би ауданы, Қасқасу ауылында Аллаудин деген шешен ұлтының қариясы өткен. Құранды меңгеріп, түрлі тәсілдермен адам қараған жан болған. Оның жастай алған тоқалы тамақ ішіп болған соң дастарханын жинамайды екен, ашық-шашық қалдырады екен. Бірнеше ескертуге мойын сұнбапты. Бір күні түнде мезгілінде Аллаудин молда әлгі тоқалын шақырып алып, сенің жинамаған дастарханыңда қандай қонақ отырғанын көзіңе көрсетейін ба дейді. Отағасы, қайдағы қонақты айтып отырсыз? Дастархан басы бос тұр ғой деп шамданады. Сонда молдекең бір дұғаны оқып жібергенде, аласа бойлы, басында мүйізі бар, құйрығы ұзын, денесін түк басқан бір пәлекет айыр тілімен дастархан басындағы тамақты шалпылдатып жеп отырғанын көреді. Мұндай албастың өмірінде көрмеген әйел сол бойда талып қалады. Содан бір дұғаны оқып жібергенде шайтаны жоғалып, әйелі есін жияды. Көрдің бе дейді Аллаудин ақсақал. Дастарханды ашық қалдырсаң, түнде жинамай қойсаң, жын шайтандар осылай тамақтанады. Оны ертесінде жесең не болатынын айтпасаң да түсінікті. Тазалыққа бекем бол деп қайрады әңгімесін. Сол күннен бастап әйелі дастарханды ашық қалдырмайтын болыпты. Бекасыл бабам дүниеден қайтарында мен жын періні шайтанды көп оқыдым. Адамдардың еміне шипа жасадым. Бір өкінерім бұлар ұрпағыма зиян тигізетін болды ау деп өмірден өткен екен. Сол демекші Аллаудин молданың үлкен ұлы Будин ауруға шалдығып, 10-12 жастағы баланың миымен қалып жетілмей өсті. Баудин жасы 40-тан асса да бала шағамен асық ойнап бала боп кететін еді. Кейін 50-ден асқан шағында трактордың діркемесінен құлап, бауыры езіліп қайтыс болды. Сол бала қалпында қалып, үйленбей өмірден өтті, ұрпақсыз қалды. Әкесі Аллаудин аудан орталығына автобуспен бара жатқанда, кран келіп автобусқа соғылып, кранның көтеретін темірі басын жұлып қайтыс болған еді. Өмір бойы жын перімен, шайтанмен алысқан адамдарды пәлекеттен қорғап, өздерінің ұрпағын құрбандыққа шалған жандар қаншама десеңізші. Мұндай жандардың балалары кәлимаға тілін келтіріп, таза тұрып, таза жүру керек деген ой түйдім.